Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге қызылшаның емдік қасиетін және де пайдасы туралы бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Біздің заманымызға дейінгі 2000 жылдары қызылшаның жапырағы емдік қасиетке және көкөніс ретінде пайдаланылған. Халық медицинасында жалпы қызылшаның жапырағы ғана емес, оның тамырлары да емдік қасиетке ие болғандықтан дәрі ретінде пайдаланылған. Қызылшаны пісіріп те жеуге болады, пісірмей де жеуге болады. Қызылшаның шырыны емдік қасиетке мол, орасан зор пайдасы тиген. Оны бүгінгінің ғалымдары да, қазіргінің дәрігерлері де жоққа шығара алмайды. Қызылша қандай ауруларға ем және оның шырыны қандай пайдасы бар? Алдағы видеода айтатын боламын. Қызылшаның шырыны, егер сіздің қаныңыз аз болса, әлі күнге дейін дәрігерлер осы қызылшаның шырынын ішуге кеңес етеді. Міндетті түрде пайдаланып көріңіз. Бір стакан таза қызылшаның шырынына таза бал 1 қасықты араластырып, күніне 2-3 рет пайдаланып қабылдайсыз. Және де қызылша мен сәбізді араластырып ішетін болсаңыз, теріңіз жақсарады, бетіңіз жылтырап, ағзаңыз тынышталады. Қызылшаның тағы да бір пайдасы миыңызды тыныштандырады және қан қысымыңызды ретке келтіреді. Жасыңыз ұлғайған сайын ұмытшақтық ауруымен ауырсаңыз, міндетті түрде осы қызылша шырынын ішіп пайдаланып көрсеңіз, сіздің ағзаңызға жақсы көмегін береді. Егер де сіз таза 1 стакан шырынын толыққанды қабылдап, күнделікті ішетін болсаңыз, қызылшаның пайдасын бар болғаны 1 айдың ішінде сіздің ағзаңызда өзгеріс болғанын көрсетіп береді. Онкологиялық аурудың алдын алады. Егер де сіздің бойыңызда онкологиялық аурулар мазаласа, бірден осы қызылша шырынын ішуге кеңес етеді. Әлі күнге дейін дәрігерлер осы қызылша шырынын сіздерге ұсынып келе жатыр. Онкологиялық аурумен ауырсаңыз, дәл осы қызылша шырынын ішіп, 7 күннің ішінде нәтижесі оң болып шығады. Міндетті түрде пайдаланып көріңіз. Бойыңыздағы шлакты тазалайды. Артық заттың барлығын осы таза қызылша шырыны толыққанды жояды. Міндетті түрде аш қарынға пайдаланыңыз. Ішек, бауыр, бүйрекке жақсы көмегін тигізеді. Міндетті түрде осыны ұмытпаңыздар. Видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, осы видеоны достарыңызбен бөлісіп, тіркелуді ұмытпаңыздар.